Көптен күткен түрік сериалдарымыздың жаңа маусымдары бірінен соң бірі экранға оралып жатыр. Бірақ жаңа сезон дегеніміз тек жаңа бөлімдер ғана емес. Кей сериалдарда актерлер ауысты, кейіпкерлермен қоштастық, ал кейбірінде бізді мүлде жаңа махаббат хикаялары күтіп тұр. Сондықтан бүгін әулет құпиясы, гүлдер сыры, алыс шаһарда және тағы бірнеше көпшілік күткен сериалдың жаңа маусымдарында бізді не күтіп тұрғанын талқылаймыз. Ал бастайық, әрине, әулет құпиясынан. Бірінші сезонның соңында біз Чагладан айырылып қалдық. Сондықтан өкінішке қарай, оны екінші маусымда енді көре алмаймыз. Бірақ бұл әулет құпиясындағы жалғыз өзгеріс емес. Ең күтпеген жаңалықтардың бірі, Махинорды сомдаған актрисаның да жобадан кетуі. Шынымды айтсам, бұл шешім мен үшін де түсініксіз болып қалды. Өйткені соңғы бөлімдерде Махинор оқиғаның ең маңызды, тіпті негізгі кейіпкерлерінің біріне айналып кеткен еді. Сондықтан оның екінші маусымда болмайтыны туралы жаңалық көптеген көрермен үшін күтпеген жағдай болды. Ал енді сериалдағы ең қызықты өзгеріске келейік. Бірінші маусымның соңғы эпизодында біз доғанды бір әйелдің тұтқында ұстап отырғанын көрдік. Бұл көрініс жайдан жай көрсетілмегені анық. Себебі сол әйелдің рөлін енді Бергюзар Карел сомдайды. Ал ең қызығы, бұл кейіпкердің доғанмен қарым-қатынасы жай ғана таныстықпен шектелмей. Алдағы уақытта олардың арасында махаббат хикаясы өрбитіні айтылып жатыр. Тіпті кей ақпараттарда бұл екеуі бір-бірін бұрыннан таниды, тіпті өткен уақытта қарым-қатынаста болған деген болжамдар да бар. Яғни біз үшін жаңа кейіпкер болып көрінгенімен, бұл әйелдің доғанның өмірінде бұрыннан өз орны болған болуы мүмкін. Ал Бергюзар Карелді көпшілік қайдан танитынын айтудың өзі артық шығар. Біз оны әйгілі 1001 түн сериалынан жақсы білеміз. Сонымен қатар ол Халид Эргенчтің өмірлік жары ретінде де көрерменге таныс. Ал түрік сериалдарының бұрыннан келе жатқан жанкүйерлері Бергюзар Карелді Дядя Кара сериалынан да жақсы біледі. Ең қызығы, сол жобада ол дәл қазіргі доғанды сомдайтын Кенан Имирзалоғлымен бірге ойнаған. Демек, олардың экрандағы химиясын біз алғаш рет көргелі отырған жоқпыз. Бұрын да бір-бірімен жақсы үйлескен бұл екі актердің енді жаңа жобадағы жұбы қандай болатыны өте қызық. Шынымды айтсам, осы екеуінен өте мықты дуэт күтемін. Ал әулет құпиясынан тағы кімдер кететінін мен бұған дейін арнайы видеода айтып кеткемін. Барлығы 7 актер жобамен қоштасады деген ақпарат бар. Оны да біздің арнадан көре аласыздар. Ал жеке өзіме келсем. Шынымды айтқанда, әулет құпиясының екінші маусымына деген бұрынғыдай үлкен үмітім қалмады. Себебі біз жақсы көріп үлгерген, оқиғаның өзегіне айналған бірнеше кейіпкерден бірден айырылдық. Бірақ жаңа кейіпкерлер бұл бос орынды толтыра ала ма, оны уақыт көрсетеді. Ал енді көңіл күйді өзгертейік. Себебі келесі сериал бойынша әзірге жағдай әлдеқайда жақсырақ. Көптен күткен гүлдер сыры сериалы да екінші маусымына оралғалы жатыр. Сериалдың жаңа маусымына түсірілім 25 тамызда басталды. Ал екінші маусымның алғашқы бөлімі 12 қыркүйекте көрерменге жол тартады. Ал сіздерге кішкентай ғана жақсы жаңалығым бар. Егер бәрі жоспар бойынша болса, 13 қыркүйектен бастап серияларды біздің арнадан да тамашалай аласыздар. Мен сіздер үшін бөлімдерді мүмкіндігінше тез-тез салып отырамын. Тіпті кім біледі? Мүмкін толық серияларды Телеграмдағы арнаға да орналастырып қалармын. Сондықтан оғанда алдын ала тіркеліп қойғандарыңыз артық болмайды. Ал гүлдер сырының екінші маусымындағы актерлік құрамға келетін болсақ, әзірге аса үлкен өзгерістер жоқ. Ең бастысы, біз жақсы көрген кейіпкерлердің басым бөлігі орнында. Айтпақшы, мен бұған дейін гүлдер сырының екінші маусымы туралы болжамдар жасалған арнайы видео шығарғамын. Ол жерде жаңа маусымда бізді не күтуі мүмкін екенін айтып өткенмін. Сілтемесін комментарийге қалдырамын. Ал қазіргі ақпарат бойынша сериалдағы Серхаттың әкесін сомдайтын актерді әлі де іздеп жатыр деген мәлімет бар. Бәлкім, актерді тауып қойғанда шығар. Бірақ әзірге бұл туралы ресми ақпарат жоқ. Сондықтан нақты жаңалықты күтеміз. Жалпы гүлдер сырында әзірге жағдай тыныш. Ешқандай негізгі кейіпкердің жобадан кететіні туралы үлкен жаңалық жоқ. Сол себепті меніңше екінші маусым өте қызықты болуы керек. Ал енді кезек алыс шаһарға келді. Бұл сериалда өз жанкүйерлерін қуантты.
Үшінші маусымның түсірілімі 21 тамызда басталды. Егер түсірілім жұмыстары жоспар бойынша жүрсе, жаңа бөлімдер қыркүйек айының басында экранға шыға бастайды. Ал алыс шаһар туралы жеке видео жасасам, сіздерге қызық болар ма еді? Себебі бұл сериалға қатысты жаңалықтар көп. Егер көргіңіз келсе, комментарийге қалдырып кетіңіздер. Сонда келесі видеода 3-ші маусымда бізді не күтіп тұрғанын толық талқылаймыз. Ал қазіргі Түркиядағы бір сериал қайсы? Қазіргі таңда түрік сериалдарының рейтингін жарып тұрған жобалардың бірі тағы 17. Сериалды мен қазір YouTube'да да, Telegram'да да салып жатырмын. Сондықтан көріп үлгермеген болсаңыздар, міндетті түрде бір қарап шығыңыздар. Мүмкін сіздердің жаңа сүйікті сериалдарыңыз дәл осы болар. Ал енді ең қызықты бөлікке келейік. Түркияда қыркүйек айында жаңа сериалдардың тұтас легі басталады. Солардың арасынан актерлік құрамын көргенде бірден назарымды аударған бір жобаны тауып алдым. Неге десеңіз? Бұл сериалда біз жақсы білетін бірнеше актриса қайтадан бір экранның алдында кездеседі. Мысалы, Қара ниет сериалындағы Ендер мен Жұлдызды сомдаған актрисаларды қайтадан бірге көре аламыз. Ал бұнымен тоқтамайды. Жоба құрамында жалдамалы қалыңдықтағы Нериманды сомдаған актриса да бар. Сонымен қатар ұлы дәуірде Сүлеймен Сұлтанның анасы, Валиде Сұлтанды сомдаған актрисаны да осы жобадан көреміз. Яғни актерлік құрамына қарасаңыз, түрік сериалдарының нағыз жұлдыздары жиналған. Сол себепті меніңше бұл сериалдың от болып жануына барлық мүмкіндігі бар. Ал сериалдың алғашқы бөлімі бір қыркүйекте шығады деп жоспарланып отыр. Енді сіздерден сұрайын. Осы жаңа сериалды біздің арнаға шығарайын ба? Егер қызық болса, комментарийге қалдырыңыздар. Ал егер осы сериал туралы толық ақпарат пен актерлік құрамын білгілеріңіз келсе, келесі видеода соған арнайы тоқталайық. Себебі жаңа маусым басталды. Ал түрік сериалдарындағы ең қызық кезең енді ғана басталып келе жатқан сияқты.